айналайын жанар, бәрі бірге жұмыс жасадық. Кеше ғана сондай керемет жәнегі вожатый болды. Көп адамдарды көріп қуанып отырмын. Кеше осында болған бірлік досымыз бәріміз бірге жұмыс жасадық. 1988 жылы біз Артектен келген вожатыйлар, сол кездегі премьер-министр Ұзақбай Қарамановқа Қазақстанда Артек жасау керек екенін біз көп айтып, соған көп қобалжып, Талғардың жанында Белбұлақ деген лагерьде біз соның тұсауын кескенбіз. Мен сонда бірінші вожатый болдым. Сосын кейін Әбіш Кекілбаев ағамыздың арқасында осы балалары деген атты Әбіш Кекілбаев қойған 2002 жылы. Сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын. Балаларыңыз болсын, Артекте болсын, қайда болсын, археологта болсын. Бар жерде болған балалар, ол мәңгі бақи дос. Мен Артек туралы 300 өлең бар, әлі білем соны. Бізде конкурс Артек песен дейді, сонда 300 өлеңді әлі айтам. Кейде мен гитараны алып ойнап отырғанда маған айтатын, сіз не айтып отырсыз деп. Сондықтан сіздерге жетістік, өте қуанып отырмын. Бәріміз